Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Шаришева Луа, мен Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ші Б сынып оқушысымын. Ғылыми жобамның тақырыбы Мұқағали Мақатаев өлеңдеріндегі жүрек концепті. Жұмыстың мақсаты Мұқағали Мақатаевтың әртүрлі тақырыпта жазылған өлеңдеріне шолу және жүрек концептін қолдану өрісін анықтау және талдау. Зерттеу кезеңдері: Мұқағали Мақатаев өлеңдерін зерттеушілердің еңбектеріне шолу, ақын шығармашылығының адами құндылықтарды қалыптастырудағы әсерін талдау және жүрек концептінің қолдану өрісін қарастыру. Зерттеудің жаңалықтары: Мұқағали шығармашылығындағы жүректі концепт ретінде талдаудың алғашқы жолдары ұсынылды, басқа пәндермен байланыс орнатылды және концептінің қолдану өрісі оқушының сыни көзқарас тұрғысынан қарастырылды. Тақырыптың өзектілігі: эмоция мен сезімнің символы жүрек. Жүрек концепті Мұқағали Мақатаев өлеңдерінде әр қырынан ашылған. Мұқағали Мақатаев өлеңдерінде осы концепттің алатын орнын анықтау жұмыстың өзектілігі болып табылады. Себебі жүрек ақын өлеңдерінің ажырамас бір бөлшегі деуге толық негіз бар. Зерттеу нысандары ретінде Мұқағали кітабын, Мұқағали Мақатаевтың 3 томдық шығармалар жинағын және Мұқағали таңдамалы шығармалар кітаптарын алдық. Мұқағали өлеңдерінің дені жүрек сөзімен байланысып, өлеңнің көркемдік қуаты мен ішкі мазмұнына дем беріп тұр. 55 өлеңде жүрек сөзі 83 рет кездесетінін анықтаған болатынмын. Мұқағали Мақатаев өз өлеңдерінде жүрек ұғымын ерекше түрлендіріп, сөздің қолдану аясын кеңейтіп, соны тіркесе жасайды. Олардың мысалдарын осы слайдта көре аласыздар. Мұқағали Мақатаев жаңа образды жасап, оқырман қиялын шарықтатып, өлеңге жан бітіреді. Осылайша жүрек концепті бірнеше қырынан ашылады. Ақын ұғымындағы жүрек жай ғана адам мүшесі емес, ол қуаныштың, сезімнің белгісі, ойынның өлшеуіші, көңілдің көрсеткіші бола алады. Ол махаббат, туған жер, денсаулық, бала тәрбиесі деген тақырыптарда ашылады. Мұқағали ақын қай тақырыпта қалам тербесе де, өлеңдері оқырман жүрегіне жетіп, жүрек құлынды басады. Сонымен қатар біз жүрек концептін семантикалық өрісін қарастырған болатынбыз. Мұқағали Мақатаев тіліндегі жүрек концептінің сипаттамасы өте тамаша берілген. Ақын үшін жүрек ұғымының аясын кеңейтеді, өзіндік образдар жүйесін құрайды. Мысалы, өгей жүрек, туған жүрек, жігіт жүрек, егіз жүрек және тағы басқалары. Сонымен қатар жүрек концептінде адамның психологиялық жай-күйі терең ашылады. Мысалы, соқ жүрек солқылда, ет жүрегім езілді, жүрегім неге өртенді деген тіркестер адамның психологиялық жай-күйін шеберлікпен аша білгенін көрсетеді. Жүрек концептіндегі иелік компоненті тәуелдік жалғаулары арқылы жасалады. Ол меншіктеу мәнін білдіреді. Мысалы, жүрек жүкем, бар тұлғам, жүрегің таста, қолқан мұз және тағы басқалары. Жүрек концептінің ұлттық ерекшелік компоненті ретінде қазақ халқының ұлттық ерекшелігімен, ұлттық дүниетаныммен тығыз байланысын көре аламыз. Ақынның ұлттық тәрбие мен ұлттық таным түсінікті де өз өлеңдерінде арқау еткенін байқауға болады. Мысалы, жүрегім кімді жоқтады, жүректің бір қағанаты бар шығар және тағы басқалары. Сонымен қатар мен мектеп қауымдастығынан сауалнама алған болатынмын. Оның мақсаты мұғалімдердің, оқушылардың Мұқағали Мақатаев шығармашылығымен қаншалықты таныс екендігін білу. Нәтижесінде олардың өте таныс екендігін түсіне алдым және ол мені қуантады. Қорытындылай келе, жүректің ақын шығармашылығында алатын орнын қаншалықты маңызы зор екендігін түсіне алдым. Осы жоба маған жүрексіз адам өмір сүре алмас анық, жүректің ақын шығармашылығында болғандығы заңдылық екендігін түсінуге көмектесті және Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері оқырмандарды терең ойлауға үйретеді. Ақындардың өлеңдерін білу, зерттеу, жас ұрпақтардың әдеби тіл мен түсінігін дамытады. Сондықтан болашақ ұрпаққа ол үлкен тәрбие. Қорытындылай келе, осы ғылыми жоба болашақта үлкен мүмкіндіктерді ашады. Осы слайдта библиография көрсетілген. Назарларыңызға рахмет.